Сәлем достар, бүгін жұмыртқамен сүтті қажет етпейтін, бірақ заттан дайын болатын, өте жұмсақ болып шығатын пряникке дайындап көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін көрулеріңізге кеңес беремін. Ең алдымен ыдысымызға ас содамызды, қопсытқышымызды және қолдың айранын осылай құйып шығатын боламыз. Қолдың айраны жоқ жағдайда 3,2% айранды қолдануға болады. Осылайша айранымыз осылай көпіршитін болады. Кішкене ұлғайғаннан соң үстінен жарты қасық тұзымыз салатын боламыз. Оның үстінен қантымызды саламыз. Қантымыз міндетті түрде еріп кетуі қажет. Толықтай ерігеннен соң ғана үстінен сұйық майымызды құямыз. Суымызды құямыз. Барлығын толықтай араластырамыз. Барлық құрамын төменге описание бөліміне қалдыратын боламын. Ұнымызды қосамыз. Ұнды барлығын салып тастамаймыз. Ұнымызды осылайша екіге бөліп, өте нәзік, жұмсақ қамыр шығатын болады. Осылайша қолымызға қамырымыз жабысып, жұмсақ қамыр илейміз. Енді осыны демалдырмай қоюға болады. Столымызға ұнымызды сеуіп, қамырды басып шығатын боламыз. Кішкене қолымызға жабыспайтындай етіп, аз мөлшерде ғана ұнымызды сеуіп, қамырымызды жаятын боламыз. Оқтаудың көмегімен осылайша жайып шығамыз. Ай тәріздес немесе домалақ тәріздес етіп кесіп шығамыз. Барлығын бірдей формада етіп кесіп, алдын ала қызып тұрған пешімізге пісіріп алатын боламыз. 170 градусқа 25-30 минутта дайын болады. Пряниктеріміз пісіп шыққанша бетіндегі глазурын дайындайтын боламыз. Яғни оған жұмыртқаның ағын және қант ұнтағын саламыз. Миксердің көмегімен аппақ көбік болғанша араластырамыз. Осылайша біздің глазурымыз дайын. Енді піскен пряниктеріміздің үстінен щетканың көмегімен жағып шығатын боламыз. Барлығын дәл осылай решетканың үстінен қойып шығамыз. Бір күнге қалдырамыз. Осылай қатуы қажет глазурының барлығы. Осылайша біздің пряниктеріміз дайын. Сізде үй жағдайында дәл осылай дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Достар, видеом ұнаса лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сізде дәл осылай дайындап көріңіз. Ас болсын.